Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Ал сабақты бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз біздің не ол? Қандай тақырып еді? Анасын сағынған бала, иә? Жақсы. Тақырыбымыз Тыныбай Нұрмағамбеттің анасын сағынған бала әңгімесі екен, иә? Біз бұны алдыңғы сабақтарда не істегенбіз? Оқыдық, иә? Ал енді бүгін осы тақырып бойынша ары қарай қорытынды сабағымызды жасаймыз. Оқу мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкерлер портретімен іс-әрекеті арқылы образын ашу болып табылады екен. Оқушылар тыныштық сақтаймыз, иә? Енді үй тапсырмасына сендерге мен ана туралы шағын есте жазуға берген болатын, иә? Ал осы тақырып бойынша кім сөйлейді? Кім оқып береді өзінің ана туралы есте жазған шағын естесін? Имран оқысыншы. Имран оқи ғой. Бар ма Имран? Кірді ма? Апай оқысам бола ма? Оқы. Айзере оқи ғой. Ана деген өмірге келген. Екіншіден, түн ұйқысын төгіп бізді өсірді. Үшіншіден, бізге жылы сөздер айтып, бесік жырын әндеткен. Ананың ойы балада, баланың ойы далада деп бекер айтпаған халық. Себебі анамыз үнемі бізді ойлайды, бізге қамқор болады. Біздің анамыздың алдында өте бағышымыз зор. Қазақта айтады ғой, анаңды Меккеге 2 рет арқалап апарсаң да парызын өте алмаймыз. Мен анамды өте жақсы көремін. Өте жақсы жазыпсың. Тағы кім оқиды? Балнұр оқи ғой. Балнұр оқы. Ана деген өмірдің мәні. Өйткені ана бізді бағады, қағады. Ана деген мен үшін үлкен әлем, өмірдің бір бөлігі. Бірақ өмірде де басқа да аналар бар. Олар өз балаларын қоқысқа тастайды. Несі жетінде үйіне апарады. Ал өмірде басқа аналар бар. Әрқашан баласын ойлайды, қарайды, тәрбиелейді. Ол өмірде ана орны бөлек. Кейбір адамдар анасының қадірін білмейді, жаман сөз айтып ренжітеді. Осы өмірде ана туралы көп өлеңдер, жырлар, термелер жазылған. Мысалы, Мұқағали Мақатаев ана, ол өзінің анасын қадірлей біледі. Ол біз болсақ, анамызды ренжітпейміз. Сол үшін ананы ренжітпейік. Өте жақсы. Мен сендердің жазғандарының барлықтарыңдікін оқып шықтым. Өте жақсы, маған ұнады барлықтарыңдікі. Ал енді ары қарай біз сабақты жалғастырамыз, иә? Қараймыз. Біз мына жерде жалпы шығармамен танысып алу үшін сендерге бірнеше сұрақтар қоямын. Біз бұны алдыңғы сабақтарда өткен болатынбыз, иә, бұл әңгімен. Енді біз тек қана қорытынды жасауымыз керек. Өзіміз қорытынды шығара алуымыз қажет. Бірінші сұрақ сендерге танысу кезінде бірінші сұрақ. Бала анасын неге сағынады? Кім жауап береді? Апай. Айта ғой, аяулым айта ғой. Анасын сағынған бала әңгімесінде бізде бала Сержан, анасы Күміскүл болып есептеледі. Сержанның анасы Күміскүл Алматыда жұмыс істегеннен кейін қалада балабақшаға Сержанды апару қиын болғандықтан анасы Күміскүл оны ата-анасының қолына тапсырып кетеді. Сондықтан да Сержан анасының алыста жүргендіктен анасын қатты сағынады. Өте жақсы. Оқушылар қараймыз, барлықтарымыз видеоларыңызды қосып қойыңыздаршы.
Екінші сұрақ, жазушы әңгімені неліктен анасын сағынған бала деп атайды? Неліктен анасын сағынған бала деп атайды екен? Кім жауап береді? Қол көтерсеңдер болады. Дінмұхаммед. Өйткені оның анасы Алматыда базарда жұмыс істейді. Ол анасын сағынып оған ән айтады. Сосын оған Есмағамбет, мен сені Алматыға алып барам дегенде, ол анасына барғанын қуанып, анасының киемін деп, анасын сағынғанын айтады. Өте жақсы жауап бердің. Өте жақсы, тамаша. Үшінші сұрақ, әңгімеде кейіпкерлерді ата. Әңгімеде қандай кейіпкерлер болды? Апай айтсам бола ма? Қол көтереміз тек қана сөйлемейміз, иә? Жәнібек, айта ғой. Даусыңды шығаршы, даусын естіліп тұрған жоқ. Әңгімеде Есмағамбет, Сержан, содан кейін Сержанның ата әжесі, содан кейін Сержанның анасы суреттеледі, иә? Иә. Жақсы. Келесі сұрақ, шығарманың жалпы идеясы не деп ойлайсыңдар, балалар? Шығарма, автор осы әңгіме арқылы бізге не айтқысы келді? Не айтқысы келді? Әде, айта қойшы. Біз анасыз бір күнде бір күнсіз де өмір сүре алмаймыз. Әрқашанда сағынып жүреміз. Өте жақсы. Анасы алысқа кетсе, біз әрқашанда оны сағынамыз. Апай, маған да айтсам болады ма? Дидар, жаба қойшына нені? Сен ашып тастадың ғой? Экранды жаба қой. Айтсам болады ма? Айта ғой. Апай. Айта ғой. Анасы сағынған бала идеясы, ол әңгімен ананы құрметтеу, кішкентай Сержанның тағдыры арқылы автор ананың өмірдегі рөлін оқырманға дүниеге әкелген. Жақсы. Экранды жаба ғой, Дидар. Экраныңда мына жерде сен нені басып жібердің, соны жапшы, остановить етіп. Сен шығарылмай қалдың, мен көрінбей қалды енді. Жақсы. Келесі сұрақ. Сержанға мінездеме берді. Сержан қандай бала болды? Апай, мен айтсам бола ма? Апай, айтса болады ма? Сүйкімді, ақылды, мейірімді болған. Иә, ақкөңіл бала болды, иә? Жақсы. Жақсы балалар, сендер жақсы меңгерген екенсіңдер. Енді келесі біз жалпы қысқаша мазмұны бойынша мына жерде танысып алдық біз онымен. Енді сәйкестендіреміз. Мына сұрақтарды мен қоям, сендер жауап бересіңдер. Тек қана қол көтереміз, иә? Есмағамбет ауылда қанша жылдан кейін келді ауылға? Айта ғой, кім? Аяулым айта ғой. Есмағамбет ауылға 4 жылдан кейін келді. 4 жылдан кейін келді, иә? Есік алдындағы жүзім арасында ойнап жүрген баланың есімі кім және жасы қаншада болды? Мына жағында біз жауаптары бар, сол бойынша жауап берулеріне болады. Апай, айтайыншы. Апай. Айзере айта ғой. Сержан төктерде. Сержан болды және де оның жасы төктерде. Шамасында болды. Жақсы. Ол неге мама деп ән салады? Баланың әнінен қандай сыр аңғарылады? Анасы алыста сағынып жүрген. Апайламаймыз. Тек қана қол көтереміз. Жақсыбек, Айша, айта ғой. Ол анасын қатты сағынған, сол үшін.
Сол үшін, иә? Жақсы. Келесі, неліктен бала анасын сағынады? Неліктен анасын сағынады? Себебі өмірде Анасын көрмеген көргісі келеді. Дүния жоқ. Сондықтан Сержанның анасын көргісі келді. Көргісі келетін, иә? Жақсы. Анасын сағынғанын қандай оқиғалардан байқадыңдар? Мына жақта бізде жауабы тұр, соған қараймыз. Анасын сағынғанын шуламаймыз, тек қана қол көтереміз, оқушылар. Тағы да. Тамирис. Ол ән салады, анасы алыста болғандықтан солай ән салып, анасының сағынатынын білдіреді. Білдіреді, иә? Жақсы, өте жақсы жауап бердіңдер. Сендердің жауаптарының барлығы дұрыс. Енді салыстырамыз, Балмағамбет пен Есмағамбетті салыстырамыз бұл жерде. Вен диаграммасы арқылы салыстыру жасаймыз. Дәптерге жазамыз оны. Балмағамбет пен Есмағамбеттің қандай бір-бірімен ұқсастықтары бар, және оның айырмашылықтары қандай? Екеуі де олардың нағашы атасы болып келеді, иә? Иә. Дәптерге жазамыз жылдам-жылдам. Болғандарымыз тек қана қол көтеріледі. Қолды ғана көтеріп қоямын, сол арқылы сұрайтын боламыз. Тамирис, болдың ба? Жылдам жазамыз. Айзере, оқи ғой. Оқимай біткен жоқ қой. Қолың неге көтеріп тұр онда? Жаңа. Жақсы. Кім бастайды? Бірінші бастай берейік, сосын барып ары қарай кім айтпаған жерлерін жалғастырып айтып кетеміз. Кім бастайды? Қол көтереміз бастайтындар. Мен Балмағамбетке келдім. Есмағамбетпен салыстыруды аяқтадым. Балмағамбет жоқ. Ал баста, аяулым бастай ғой. Ары қарай оқушылар жалғастырады, иә? Есмағамбет ақкөңіл, балажан, мейірімді адам. Екеуі де Сержанның нағашы аталары болып есептеледі. Ары қарай Балмағамбетті жазбадым. Жақсы. Балмағамбетті кім айтады? Ауызша түрде кім айта алады? Кейін жазамыз, иә? Ауызша түрде кім айтады? Балмағамбетте өте қандай болды? Ақ көңіл болды, иә? Сержанды жақсы көрді, ол да. Сосын жанашыр. Жанашыры болды, өте жақсы. Тағы да кім? Кім толықтырады? Толықтыра ғой, аяулым. Қонақ келсе, өз қонағын құрметтейді, қадірлейді. Яғни қонақ келген кезде ол әрқашанда бар қойып, оларды қарсы алады екен, иә? Жақсы көңіл күймен қарсы алатындығын көрдік, иә, әңгімеден. Тағы да нені көрдік?
Көңіл, жанашыр. Жанел, Апай Балмағамбетке баласын. Балмағамбет. Жанел айта ғой. Әкесі. Қалай Апай, мен Балмағамбет. аяқтай салайын. Бауыржан. Екеуі де анасын сағынған. аяулым айта ғой. Балмағамбет Сержанға өте жақсы қарады. Мен бұл қылығынан оның Балажан екенін байқадым. Иә, Балажан екендігін байқаймыз. Жақсы. Онда Апай, мен келесі оқысам бола ма? оқы, Айзере, оқи ғой. Балмағамбет, ол Сержанның анасының әкесі, ол да өте мейірімді кісі. Есмағамбет, Балажан мейірімді қамқор. Ұқсастығы, екеуі де анасын сағынған бала әңгімесінің кейіпкерлері. Екеуі де Сержанның нағашы аталары болады, иә? Жақсы. Келесі енді біз жалпы метасызба сызамыз. Бұл осы әңгіме бойынша метасызбаның алдында мен сендерге сызып өздерің көріңдер деп айтқан болатынмын. Ал сыздық па? Иә. Кім метасызбаны өзі айтып бере алады? Жалпы түсіндіріп. Әркімнің метасызбасы әртүрлі болып шығуы мүмкін, яғни біз оны әр жақтама көретін боламыз. Әңгімедегі кейіпкерлерді әр жағынан көретін болғандықтан бізде не болады? Әртүрлі болып шығуы мүмкін. Оның ешқандай біреудікі қате, біреудікі дұрыс деген болмайды екен, иә? Жақсы. Балнұр бастай ғой. Апай. Балнұр бастаймыз. Қалғанымыз тыңдаймыз. Екі денеге нені алдың, Балнұр? Сержан Есмағамбетті. Сержан мен Есмағамбетті алдым. Өте жақсы. Анасын сағынады. Терісі Есмағамбеттің Сержанға алып кетуі. Нәтижесі Сержан Есмағамбетті қалаға алып кете алмауы. Нәтижесінде Сержанды қалаға алып кете алмауы, иә? Жақсы. Тағы да, Жанел, мұқият тыңдаймыз қалған. Сержан Есмағамбет, ортаға анасын сағынған бала. Құбылыс анасын сағынғаны, көрініс әндетіп жүргені. Үдеріс. Екеуі бір-біріне жақсы қарым-қатынас жасады. Екіншісі, әже мен атасының кетуіне рұқсат етуі. Үшіншісі, Есмағамбеттің Сержанға Алматыға алып баруға уәде беруі. Нәтиже Есмағамбет Сержанды Алматыға алып кете алмағандығы. Яғни, ең соңында нәтижесінде Сержанды Алматыға алып кете алмағандығы бұл нәтижесі болып табылады екен, иә? Өте жақсы, Жанелдікі де өте жақсы шығыпты. Аяулым. Мен екі денеге Сержан және Есмағамбетті алдым. Ортаға құбылыс Сержанның ән айтуы, көрініс Есмағамбет пен Сержанның танысуы. Үдеріс. Біріншісі, Есмағамбеттің ауылдан көңілсіз кетуі. Екінші, Сержанның «Мен Алматыға алып кетпей-ақ қой» деп айтуы. Нәтиже, Сержанның Есмағамбетке ренжуі, Есмағамбеттің Сержанның алдында ұятқа қалуы. Өте жақсы жауап бердіңдер. Тағы да, кім болды жазып? Кім айтады метасызбаны? Кім қорғайды тағы? Адия. Адия, айта ғой. Мен екі денеге Сержан мен Есмағамбетті алдым. Олардың ортасы, олар екеуі де бір ауылда. Құбылыс, баланың анасына сағынышын білдіруі. Көрініс, Есмағамбеттің Сержан деген баланың танысуы. Үдеріс, олардың Сержанның анасы туралы сөйлесуі. Есмағамбеттің Сержанды Алматыға алып кете алмауы. Жақсы. Тағы да кім оқиды?
Кім жазып болды? Жәнібек. Болдың ба? Айша оқи ғой. Менің метасызбамның ортасы ауыл. Екі денеге мен Сержан мен Есмағамбетті алдым. Құбылыс. Екеуі бір-біріне туысқан көрініс. Есмағамбет Сержанмен бірге жүреді. Есмағамбет Сержанды Алматыға анасына апарғысы келген. Нәтиже Есмағамбет өз сөзінде тұрмай Сержанды Алматыға алып кетпейді. Алып кетпейді. Жақсы. Осы Алматыға алып кетпеу себебі неде деп ойлайсыңдар? Қандай себеп болды Алматыға алып кетпеу себебі? Апай. Айта ғой. Біріншіден, Есмағамбет Сержанды Алматыға алып кетем дегенде, оның ата-әжесінің рұқсат бермеуі. Екіншіден, Есмағамбет ауылдағы бір досына барған кезде, оның қайтыс болып кеткенін айтады, естиді. Содан көңілсіз болып кетуі, сол көңілсіздігінен Сержанды ұмытып кетуі. Өте жақсы жауап бердің. Ал енді тағы да көреміз. Тағы да қалай жасауға болатындығына мұқият мән беріп қарайсыңдар. Жалпы орта дегенімізге біз отбасы құндылықтарын аламыз. Яғни біз анасы мен баласы ортасындағы мейірім, махаббат, оның барлығы отбасылық құндылықтарға жатады екен, иә балалар? Енді біз сендер мына жерде Сержан мен Есмағамбетті алып отырсыңдар, иә? Барлықтарында көбінесе осы екі кейіпкерді алғансыңдар. Құбылысқа уәде беру деп алуға болатын беді? Біз олардың арасындағы әрекеттесуді қайдан табамыз? Олардың арасында әрекеттесу бұл жерде Сержанның ән айтып отырған кезде Есмағамбет оны әнін тыңдау арқылы оған мейірімі түседі, иә балалар? Осы мейірімі түсу арқылы оның қасына барып, онымен әңгімелеседі. Осы жерден байқауымызға болады екен. Ал құбылыста уәде беру деп аламыз құбылысты. Өйткені Есмағамбет Сержанды Алматыға алып кетемін, анаңның қасына алып барамын деп уәде берді. Енді көрінісін біз оны қай жерден көрдік? Есмағамбеттің Сержанды Алматыға алып кетем деп уәде беруі. Яғни сол жердегі әңгімедегі қарым-қатынастан көрдік, иә? Жақсы, үдерісте Сержанның қатты қуануы, яғни бұл сөзді естігеннен кейін ол анасының қасына баруға қатты қуанады. Алматыға қандай киім киіп баратынын жоспарлайды. Қандай киім киіп барамын дейді. Кім алып берген киімді киіп барамын деп айтады? Анам алып берген киімді киіп барамын дейді. Есмағамбетпен көп әңгімелесуі, екеуінің арасындағы Есмағамбеттің балмұздақ алып беруі, Сержанның атасы Балмағамбетпен әжесінің жібермеуі нәтижесінде соңында не шығады нәтиже? Есмағамбет Алматыға жалғыз кетуі, Сержанның іштей ренжуі. Бұл бізде нәтиже болып табылады екен, балалар. Сендердікі көпшіліктеріңдікі осы метасызбаға сәйкес келіп тұр, иә? Барлықтарында нәтиже бірдей болып шығып тұр екен. Өте жақсы. Ал енді қараймыз. Бұл жерде біз ана тақырыбында, анасын сағынған бала тақырыбында болғандықтан, біз міндетті түрде Сержан мен оның анасы, яғни бала мен ана арасындағы махаббатты айтпасқа болмайды екен, иә? Құбылыс бұл жерде анаға сағынышы, баланың анасына деген сағынышы біз құбылыс ретінде аламыз. Ал көріністе оны біз қай жерден көреміз? Анасына арнап өлең айтуы, Алматыға баруға талпынуы оның анасын сағынғандығын байқатады, иә? Үдерісте анасын дүниедегі ең керемет адам көруі, анасының әрбір сөзін есінде сақтауы, анасының әрбір сөзін есінде сақтауы деген қай жерін айтуға болады? Алматыда не дейді? Алматыда түнде күндіз болады. Иә, Алматыда жаз болғанымен түнде салқын болатындығын анам айтқан деп әрқашан анасының сөзін есінде сақтап жүреді екен, иә? Анасының алып берген заттарын құнды көруі, яғни анасы не істейді? Киім алып берген нәрселерін барлығы мен соны киемін деп
айтады екен. Нәтижесінде Сержанның анасын 1 минутта ұмытпауы, яғни балалар әрқашанда анасын жақсы көреді. Бұл үлкен махаббат, я? Ана мен бала ортасындағы махаббат деп қорытынды жасайды екенбіз. Жақсы балалар, ал енді сендерге келеміз. Ана деген кім екен жалпы? Қол көтереміз, тек қана қол көтереміз, айтпаймыз, қол көтереміз тек қана. Ерасыл, ана дегеніміз кім сонымен? Ана саған өте жақын адам, және ол сені әрбір минутта құшақтап алады. Өте жақсы. Анасын, Жәнібек, сен анаңды қалай жақсы көресің? Мен анамды қатты жақсы көремін. Неліктен? Өйткені біздің анамыз Аделия, айта ғой. Анаңды қалай жақсы көресің? Мен анамды барлық күшпен жақсы көремін. Өйткені апай. Өйткені бізді дүниеге алып келген Өйткені ол бізді туды және де бесікті деледі. Жақсы балалар, өте жақсы. Барлықтарың аналарың, бәрімізде анамызды жақсы көреміз, я? Жақсы. Осы әңгімеде бізде өлең берілген еді, я? Кімнің өлеңі еді ол? Жалпы Жұбан Молдағалиевтің сөзіне жазылған Қайрат Нұртастың ана туралы өлеңін бір шумағын келтіріп өтейікші осында. Бізге мәтінде берілген, жалпы әңгімеде берілген шумақты бәріміз біргелікте айтып көреміз. Барлығымыз дауыстарыңды қосып, біргелікте бастап айтып көреміз екен, я? Ал бастаймыз. Бастаймыз. Соғған шагырым көзде толып, ана деп ән салам. Жүрегімізге толып, көмекпін саған. Ана дос сен ана, абзал ана, Көңілі жүрегім сен дала. Дарасың сен маған, мақтанатын махаббатым. Өте жақсы. Әрқашанда осылай аналарыңды құрметтеп, әрқашанда жақсы көріп жүре беріңдер, я? Әрқашан. Ал бүгінгі сабағымыз сендерге ұнады ма, балалар? Жақсы. Ананың қандай бізге, әрқашанда ана дегеніміз бізге аяулы жан екендігі, я? Өмірде ең қымбатты жан екендігін біз осы жалпы әңгіме арқылы да біліп көз жеткіздік, я? Барлығымыз аналарымызды жақсы көріп жүреміз, я? Жақсы. Бүгінгі сабақта бізде өте белсенді қатысқан оқушылар Аяулым, сосын Айзере, Адия, Айша, Балнұр өте жақсы ат салысты. Қалғандарымызда ат салысуға тырысуымыз керек еді. Жалпы келесі сабақтарда әрқашан бәріміз бірге ат салысамыз, белсенді түрде. Жақсы, сабақ сендерге ұнаған болса, онда әрқайсымыз өзіміздің емізді көрсетеміз. Өте жақсы. Жәнібек, саған ұнады ма сабақ? Көтермей отырсың ғой. Иә, ұнады. Жақсы. Барлығыңа ұнаған болса, онда осымен сабағымыз біздің аяқталды. Үй жұмысы ретінде сендер аласыңдар. Ана туралы ұлағатты сөздер, мақал мәтелдерді жазасыңдар және оны жаттап аласыңдар.
Жақсы, Жарайды, апа. сабағымыз сендерге Сабон түсінікті апай. болса, сау бола қойыңдар. Сау бол. Табон сабай. Сау болыңыз